Кайын жұртқа сул жеткен күйеу баланың жаман болғанын көрген жоқ. Жалпы күшік күйеу деген енді білмедім, мағынасы қалып қойды. Күш күйеу кезінде енді Қаттырақ сөйлесші. кезінде қалың малын бере алмаса, ертеде енді соны күш күйеу деп атайды екен. Сол 1 жыл ма, 2 жыл ма қайын жұртында жұмыс істейді екен, қара жұмыс, мал бағады, жылқы бағады, жылқының астын шығарады, мал жайлайды деген. Сол 1-2 жыл жұмыс істеп, қалың мал істеп болғасын және отработать еткеннен кейін келіншегін алып кетеді екен өз елінде. Оны күш күйеу деп атайды екен деп естідім, мен өтірік айта алмаймын. Оны енді қазіргі заманда енді күшік күйеу дейді. Енді қаншалықты енді дұрыс, қаншалықты дұрыс емес айта алмаймын. Бірақ енді қалай болса да қайын жұртта бір үлкен жұрттың ғой. Неме дірілдеп кетті телефоны? Машина тірілдеп келе жатыр ғой. Что, сен өзің жуып шаш былай? Самолетте келе жатқан жоқпысың? Немен отыршаш? Мынау, конечно, сиденьеға жатып дірілдейді. Ал енді келесі сөзге деуге. Осы мал сату форбес арнасының бас редакторы, оның продюсері, соның бастығы Рая ханымға беріледі. Сая ханым. Ал айта алмаймын. Не айтам? Ештеңе айта алмаймын. Жол жақсы екен. Бұрын осы жол быт-шыт болып жатады. Тесік. Әйтеуір істеді ғой. Астанаға дейін жайнап. Астанаға да барып келдік. Көрдік қой жолды. 140 екен ғой мына трасса, 140. Бұрын студенттік кезде Павлодар мен осы пограничникке автобуспен баратынбыз. Сол кезде бір 25 теңге ма автобус сондай болатын. Одан кейін 50 теңгеге, 70 теңгеге көтерді. Қазір 700 теңге ма, 1000 теңге ма сондай болған ғой. Қанша есе қымбаттады сонда, Иә. 1000 теңге болса 50 теңге. Қанша, 25 теңге болды ма? Мен студент кезде 50 теңге болатын, одан 70 теңге болды. 50 теңгесін 10 есе, 20 есе қымбаттап кетті. Тиынмен ғана келіп кететінбіз ғой. 20 есе қымбаттады сонда. Бәрі солай қымбаттады ғой. Бүкіл зал 20 есе. 2 есе емес, 3 есе емес. Енді мороженныйды 10 теңгеге алатын мороженый қазір 300 бір нәрсеге аламыз. Қанша қымбаттады? 10 теңге мороженый. 10 теңге болды ма дейік? 10 теңге болды. Сгущенкасыз 10 теңге, сгущенкасымен 15 теңге болды. Қай жылы болды? Сол 2010-дарда ғой. Қазір 300 теңге, Иә. Сондай. Мектеп сабақтан шыққанда күнде не? Жолақысы 20 есе. Мороженый 30 есе. Иә. Асхана 50 теңге болатын бізде. Мен неде достықта оқып жүрген кезде асхана 25 теңге болды. Ол енді 2004-та, 2005-та сол кез шығар. Ана комплексный обед па? Иә, кәдімгі первый, второй, нан, салат бәрін береді. Пограничник мектебінде? Пограничникте 50 теңге болды ол кезде. Мектебін столовый? Иә. Дәмді болатын еще ана бір кісі істейтін, атын ұмытып қалдым сол кісі. Қазақ па? Қазақ. Дәмді пісіретін сол кісі. Асханадан тойып алып үйге қайтатынбыз. Мынау Ленинск. Енді ана Альбени бар ғой? Спутник. Альбени деген шоколад қазір 325 теңге тұратын, ол кезде 20 теңге ма солай тұрады. Біздің енді магазиннен қайтқан алатын главный тамақтарымыз сол болды ғой. Кеше зарплата қанша болды? Соктар білмеймін, бір 75 теңге ма сондай тұратын. Бізде сол кезде стипендия
2003 жылдары мамамның пенсиясы білесің бе? 7000 теңге болған. Қазір мамам қазір айтпайды. Құпия. Қазір 3 күн пенсиясын айлап айтты. Жоқ, енді жарайды, 7000 теңге болса. 10 есе 70 мың, енді 140 мың, 20 есе. Сонда ана жол ақысымен бірдей 140 мың, 140 мың жоқ шығар. Не знаю. Мороженыйдай болмады. Махсуска. Сол. Түрімізді түсірмейді. Сен түріңді түсірдім, сенің түріңді халқың біледі ғой онсыз. Даже менің түрімді жаттап ал. Но қандай трасса дейсің? Мынау бетонка деген трасса дейін, халық бетонка дейді ғой. Бетоннан құйылған ғой былай. Квадраттар. Ондай асфальт емес. Оның енді преимуществосын айтсам, енді преимущество дейді. Артықшылығы деген сөз ғой. Оны айтсақ, мен андай жол саласында жұмыс істеймін әрінде. Жолсыз. Біз бетонды құйған емес қой, сондай біле қоймаймын, бірақ жаңағыдай ана қатты ыстық болады ғой, асфальттың бір кемшілігі. Қатты ыстық болған кезде, мынау не қарсы сервис жұмыс жасап жатыр, альхамдулилля. 3 тонн фен келеді. Қарды көріп жатыр, кеше боран болды. Жалпы енді қарсы сервис жақсы жұмыс істеп жатыр. Қазақ автожол. Енді ана асфальттың бір кемшілігі, үлкен кемшілігі. Енді анда жаздың күні ыстық болады ғой. 30-40 градус ыстық. Бізде енді разбег 80 градус қойып, средний 80 градус. Мысалы, қыста минус 40, бізде Павлодар облысында. Жазда плюс 40 болады. Сонда 80 градус разбег. Сонда мынау плюс 30-35-40-та асфальт балқиды. Жібейді, өз свойствосын жоғалтады да жұмсақ болады. Сол кезде ана үлкен машиналар өтеді ғой, анау. Бәлем тонналық, 40 тонналық, 80 тонналық жүк машиналар өткен кезде езіп жүреді ана. Жолын түкке жарамай қалады. Мынау тазаланғаннан кейін. Міне таяғы бір КамАЗ келеді. Ана артындағы машиналарға мешать етпей ме? Қарсы сервистің КамАЗы. Страшно ғой, боран ғой. Атып алын енді. Түк көрмейді. Азлап көріп жатыр енді. Жөнде артындағы машиналарға көрінбей қалады. Артында қайшы абайлап жүріп қойын, сол үшін. Даже мына жағы жарайды. Жоқта. Енді мына бетонның бір мықтылығы ыстықта жібімейді тұр. Соғалып жатады. Мынандай калия болмайды да, асфальтовый калия дейді ғой. КамАЗдар калия қылып жүреді ана ыстықта асфальт жібегесін. Жұмсарғасын. Мынау сол тас болып жатады. Кірпіш сияқты ғой, дөкөй плита сияқтылар жатқан. Содан кейін тесіліп шұрқ болса жылып атты ғой басқасы. Бірақ мынаның бір минусы жаңағыдай сәл мұздақ қатса, біраз қар қатса, не болады екен андай. Гололед қатты болады екен. Әрбір нәрсенің өз бір артықшылығы бар. Кемшілігі болады. Неше машина тазалап жатыр сонда? КамАЗдардың сондай борандық тұр иә. Нанның артынан қандай не? Түк көрінбейді. Кеше боран болды, қар жауды, боран соқты. Қыс кезі ғой енді. Не болса да енді не керек енді. Қазір жолдап дұрысталды енді сөздің шыны керек. Қайта дұрыс-дұрыспен жүрдік, сағат сол. Ал жолдар енді жаман емес. Астанадан келе жатқанда платный жол деп көрсетіп тұрады ғой машиналар.
платный жолмен жүргенін қайдан біледі ол машинаны? Номермен біліп қояды да сосын ана Каспийға келеді. Сонда нөмірін түсіріп тұрады, иә? Камералар. Сосын қанша 100 теңге тұрады, қанша 20 теңге. Платная дорога деп жазылып тұр, мен ана неден картадан қарағам қай жерде келе жатқанымызды. Таксиде отырғанда, сол кезде. Жарайды, жақсы. Айтасың. Жалпы енді ана мен айтатын дорожник ретінде күн бұзылды ма, боран соқты ма, қар жауды ма, жаңбыр жауды ма, гололед ма, үйде шық. Bir жерді қысқанбай болады дейді ғой. Қазақтың енді ұятта болса айтайын енді. Жалпақ тілмен көпті қысқанбай болады дейді ғой. Bir жерді қысып үйде отырған дұрыс қой. Енді оған біреудің жақыны қайтыс болады, біреуге больницаға бару керек. Бисмилля деп шығар енді. Біреудің кездесуі бар. Срочно болса. Дегенмен бәрібір өмірден артық ештеңе жоқ. Егер де Өлімнен ұят күшті деген ғой қазақ. Ұят деп барады. Жаңбыр жауды ма, жаңағы мұздақ болды ма, гололед болды ма, боран соқты ма, үйде отырған дұрыс. И оған ештеңе жетпейді. Адамның өмірінен ештеңе қымбат емес. Жол апаты не үшін болады? Жол апаты десе осы ауа райының күрт өзгеруіне байланысты жол апаты көп болады ғой. Одан енді жүргізушілердің қателігі үшін болады. Сондықтан сақ болыңыздар. Сақтықта қорлық жоқ дейсің. Аман болыңыздар. Бірі болыңыздар, тірі болыңыздар. Той қазақтың бірі болыңыздар. Амандықпен кездесейік. Комментарий жазып қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойып қойыңыздар. Араласып отырайық. Біздің каналмен бірге болғандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Қандай темада видео көргілеріңізге жазып отырыңыздар. Соны жазып отырыңыздар. Жалпы қазақ тілді арналарды қолдап отырыңыздар. Осы қазақ, мен үнемі айтамын, осы қазақ тілінде біз сөйлемесек, менің балам сөйлемесе, сен сөйлемесең, мен сөйлемесем, бұл тіл кімге керек? Бұл тіл ешкімге керек жоқ бізден басқа. Сондықтан адам қай тілде сөйлейді, сол тілге жарнама жасайды. Біздің жүріп тұруымыздың бәрі жарнама